Енем баласын менен қызғанады, сол үшін үйде ұрыс көп дейді. Бірақ күйеуімізбен арамыз жақсы, шыдашы деп өтінеді. Бөлек шығайық десем, үйдің жалғыз ұлы, ажырасқаным дұрыс па дейді. Біріншіден сіз білдіңіз, оның жетім емес екенін, сіз білдіңіз, оның жалғыз ұл екенін, сонда неге қысатын жерді қысып, сол жерде неге тоқтап қалмадыңыз? Алдын ала білдіңіз ғой оның тағдырын. Ол жақсы көрсе де шешесін, жаман көрсе де шешесін, бірақ бәрібір аяйды ғой. Шешесін жалғыз тастап кету әрине қиын. Соны біле тұра, енді не істеп тұрсыз өзіңіз? Ал енді енеңізді жамандап тұрсыз ба? Онда мен сізді тағы да психологқа жіберетін едім. Не дегенде үйленген күйеуге шыққан қыздар бір дегенде өзінің анасына, туған анасына деген өкперенішін, қара бойын алады да енесіне. Не дегенде заң түрінде енеміз, ол да біздің анамыз, ол да біздің мамамыз. Сондықтан өзінің анасынан алмаған өшін енді мына бейшара енесін алып тұр. Енді бейшара деп енесін аппақтап айта алмаймын, ененің де енесі бар. Бірақ өзіңіз соны саналы түрде шешуіңіз керек қой. Тағы да айтып тұрсыз, жігітіңізбен, күйеуіңізбен таптамаша. Онда неге шыдай тұрмасқа? Неге өзіңіздің мінезіңізді өзгертпеске? Мысықтар, үйіңізде мысық болды ма екен сіз кішкентай кезіңізде? Кішкентай бөпелермен, нәрестелермен ойнағанда, сол мысықтар өздері саналы түрде өзінің тырнақтарын жапсырып, жауып, кішкентай балаға зияным тиіп кетпесін дейді екен. Сонда сіз өзіңіз саналы түрде, ойбай, менің зияным тиіп кетпесін, менің жақсы көрген күйеуім өзінің шешесімен жаман сөзге кеп қалмасын, ойбай, менің зияным тиіп кетмесін, менің балдарымның туған әжесі ренжіп қалмасын деп, сіз саналы түрде өзіңіздің жаман жағыңызды қазір игеріп жүрсіз бе? Құрметтім, егер де сен де осындай сұрақтар жаныңды жегідей жеп мазалап жүрген болса, 30 жылдық тәжірибесі бар, дипломы бар психолог маман Анна ханымның Ыстықкөлде өткелі жатқан тренингіне қатысуға шақырамыз. Бұл жерден сен өмірлік сұрақтарыңа жауап алып, жаның жай тауып, жаңа өмір бастап қайтатыныңа сенімім мол. Толық ақпарат профилде.